Саламатсыздар ма? Бірінші сынып білім алушылары. Математика пәнінен онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы логикалық есептерді шығаруды үйрету. Мақсаты сәйкестік пен ақиқатты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығару. Оқу мақсаты логикалық есептерді шығаруда ойлану, салыстыру, болжау керек. Әрбір логикалық есепке лайық шығару тәсілін таңдау қажет. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мынандай қызықты сұрақтарға жауап берейік. Екі тышқанның неше құлағы бар? Екі тышқанның 4 құлағы бар. Екі қонжықтың неше табаны бар? Екі қонжықтың 8 табаны бар. Әженің Гүлназ деген немересі, Марғау деген мысығы және Ақтөс деген иті бар. Әженің неше немересі бар? Әженің бір немересі бар. Құстар өзен үстінде ұшып жүр. Кептер, шортан, екі сары шымшық, екі сұр қарлығаш және 5 мөңке балық. Құстар нешеу? Тезірек жауап береміз. Құстар 5. Тәрілкеде 3 сәбіз бен 4 алма жатыр. Тәрілкеде неше жеміс бар? Тәрілкеде 4 жеміс бар. Кіреберісте 6 аяқ киім тұр. Бөлмеде неше бала ойнап жүр? Бөлмеде 3 бала ойнап жүр. Балалар, мына суретке назар аударайық. Ойланып, дұрыс жауап береміз. Алдарында қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Әрине, ойыншықтар. Осы ойыншықтың ішінде қайсысы артық деп есептейсіңдер? Әрине, ұшақ артық. Өйткені ол көлік түріне жатады. Келесі қатарда нелерді көріп тұрсыңдар? Әрине, ыдыстарды. Осы ыдыстың ішінде қай ыдыс артық деп есептейсіңдер? Әрине, қасық. Өйткені біз қасықпен тамақ алып жейміз. Балалар, кейбір логикалық есептерді қадам-қадаммен шығаруға болады. Ол үшін әр бөлікке бөліп жеке шығару керек. Сен сол кезде есептің жауабын тез табасың. Мынадай тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Суреттерді Сара мен Әлияның бірі журналдан, екіншісі кітаптан қарады. Егер Әлия суреттерді кітаптан қарамаса, онда Сара суреттерді қайдан қарады? Балалар, мен мынадай кесте құрдым. Сара және Әлия, журнал және кітап. Егерде Әлия кітаптан қарамаса, ол суретті қайдан қарауы мүмкін? Әрине, журналдан қарайды. Ал Сара қайдан қарады? Сара кітаптан қарады. Келесі, ақ, қара және сары күшіктер нөмірі 1, нөмірі 2, нөмірі 3 үйшіктерде тұрады. 1 мен 2 үйшіктегі күшіктер қара емес. Ал ақ күшік 1 үйшікте тұрмайды. Күшіктер қай үйшікте тұрады? Балалар, бұл есепті шығару жолында кесте құрамыз. 1 қадам. 1, 2 үйшіктердегі күшіктер қара емес. Сонда қара күшік қайда тұрады? Қара күшік 3 үйшікте тұрады.
Екінші қадам. Қара күшік үшінші үйшікте тұрады. Ал ақ күшік бірінші үйшікте тұрмайды. Ақ күшік қайда тұрады? Ақ күшік екінші үйшікте тұрады. Үшінші қадам. Сары күшік қайда тұрады? Сары күшік бірінші үйшікте тұрады. Балалар, ендеше дәптер жұмыстарын көрейік. Үлкен де емес, кішкене де емес допты тап. Және оны қызыл түспен боя. Оның сол жағындағы допты жасыл түспен боя. Қандай доп боялмай қалды? Дәптерімізге көлемі 3 түрлі доптың суретін салып, мына тапсырма бойынша орындаймыз. Келесі. Балалардың қайда тұратынын тап. Қайрат Айдыннан бір қабат жоғары, ал Мұраттан төмен тұрады. Балалар 3 қабатты үйдің қай қабатында тұрады? Балалар, бұл есепте 3 баланың есімі берілген. Және олардың тұратын қабаттары әртүрлі. Енді қадам бойынша орындаймыз. Қайрат Айдыннан бір қабат жоғары тұрса, Мұраттан бірақ та төмен тұрса, ол қай қабатта тұруы мүмкін? Әрине, Қайрат 2-ші қабатта тұрады. Ал қалған балалар Айдын мен Мұрат қайда тұрады? Мұрат 3-ші қабатта, ал Айдын 1-ші қабатта тұрады. Келесі ойланып жауап береміз. Бір жанұяда 3 қыз бар. Олардың әр қайсысының інісі бар. Сол жанұяда қанша бала бар? Егер де олар бәрі де бір отбасында тұратын болса, жанұяда қанша бала болады? Жанұяда барлығы 4 бала болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.